Сәлем баршаңызға, сіздермен Ұлданай. Бүгін сіздермен балды торттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін міндетті түрде қараңыз. Бізге керегі сода, қант, жұмыртқа, сары май, бал, ұн және ванилин. Ең алдымен ыдысымызға қантымызды салып, үстіне жұмыртқамызды саламыз. 50 грамм майымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Қантымыз ерігенше отта ұстаймыз. Араластырамыз жақсылап. Отымыздан алып, үстіне чайный ложка содамызды қосып, ұнымызды қосып, аз-аздан електен өткізіп аламыз. Үстіне ванилин қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Достар, менің каналыма кіріп, барлық видеомды қарап шықсаңыздар болады. Әртүрлі рецепттер бар. Міне, қамырым сұйық кезінде қасықпен араластырып, одан кейін дастарханға ұнымыз сеуіп, тестамыз қатты болып қалмасын. Осылай қолымызбен илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін осылай ұзыншалап 8 бөлікке теңдей етіп бөлеміз. Шарик жасап, холодильникке 30 минутқа бетін пакетпен жауып қойып қоямыз. Дайын болған тестамызды осылай пергамент бумагасына қойып, пешке 180 градусқа 3-4 минут пісіріп алып, піскен корждарымызды қандай ыдыс бар, қандай мөлшерде керек сізге, сол мөлшерде қойып, кесіп, қалған корждарын бетіне себуге оформлениеға алып қоясыз. Міне, коржымыз дайын. Ендігі кезек заварной крем жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға қантымызды саламыз. Үстіне ұнымызды саламыз. Жұмыртқа саламыз. Енді осы үшеуін жақсылап бір келге етіп араластырып аламыз. Үстіне сүтімізді 500 грамм құйып, жақсылап тағы да араластырамыз. Венчикпенен жақсылап араластырамыз. Сүтімізді бөліп құйып, одан кейін отқа қойып, қою болғанша араластырамыз. Міндетті түрде газдың астын төмен қосыңыздар. Үнемі араластырып отырыңыздар. Міне осындай қою болған кезде оттан аласыздар. Бетіне пищевой пленка жауып, комнатный температурада суы керек. Міне осылай жауып қойып қоясыздар. Енді еріп тұрған сары майымызды миксермен жақсылап миксерлеп аласыздар да, суып болған кремімізді аз-аздан қосып, екеуін тағы да араластыратын боласыздар. Дайын болған креміміз ыдысымызға салып, оформлениен жасай береміз. Коржыңыздың астына міндетті түрде жылжып кетпес үшін аздап крем қойыңыз. Одан кейін үстіне корждарыңызды қойып, 2 үлкен қасықпенен салып, оформлениясын жасап, ұсына берсеңіз болады. Тортыңыз дайын.